естіген шығарсыздар, осы ұлттық арнадан шығардық. Одан кейін Англия елінде, Лондон қаласында Enactus атты үлкен халықаралық жоба, мега жоба өтті. Оған Қазақстаннан бас жүлдені алған, Қазақстанның атынан барған, Қазақстанның туын көтеріп, намысын қорғаған Семей қаласындағы Казгу университетінің жастары топ жарды. Олармен қосып мен де бірге бардым. Өйткені әр мемлекет, 36 мемлекет келді. Жан-жақтан 36 мемлекет өздерінің салт дәстүрлерін, өнерлерін сонымен қосып, жастардың көзқарасы, өмірге деген құлшынысын көрсету, яғни бір үлкен жобаны алып талдау. Содан біздің жастарымыз қазақтың туын көтеріп, 3-ші орын атанды. Ендеше барша қазақстандықтарды 3-ші орын мен шын жүректен құттықтаймын. Қандай керемет, Айбек мырза, өнеріңіз әрқашан өрге жүзсін. Қазақстанымыздың туын биікке көтере беріңіз. Ол үшін сіздің күшіңіз әрқашан күшті болсын.